Bir kесе бидайды кайнатып дайындап койдум. Енді оның суыганын абден күтүп, суыгандан кийин гана айран косамыз. Және де кайнап турган суды, кайнаган судан да осылай азыраак алып суутамыз. Бидай менде 1,5 сааттай кайнады және бетиндеги көбүктерин алып тастайбыз. Таза суугандан кийин айран косамыз. Минеки менде сууду, тузду алдын ала кайнап жаткан кезде коссаңыздар болот. Туз костум. Айранды 3 бөлүккө бөлүп, косуп аралаштырабыз. Суумузга косабыз. Барлыгын бирдестен көжөнүн үстүнө куюп жүрүүгө болмайды, өйткөнү эртиктери кетпей калышы мүмкүн. Эмне үчүн сууган кезде косады? Себеби ыстыктай коссаңыз, айрандарыңыз ыртык болуп, творог сыяктуу болуп, дәмі де туру да өзгеріп кетеді. Сол үшін салқындаған кезде қосады. Қышқыл айран болса, ол әдем болады. Айранның орнына сүзбе қоссаңыздар да болады. Менде айраным дайын. Енді айранның үстіне бидай көжемді құямын. Өте оңай. Міне көжеміз дайын. Ыртыгы жоқ. Каналға тіркеліп пікір қалдыра кетіңіз.